Барлықтарына сәлем достар, сендермен бірге мен Сымбат, сендер менің достар. Бүгін менде влог болады, өзімнің бір күнім, обычный күнім, яғни мектепке баратын обычный күнім. Достар, мен қазір ұйқыдан тұрдым. Қазір сағат 9-дан кетті. Мен қазір төсегімді жинап, үйде жинауым керек. Біз шей тамақ ішпейміз, потому что бізде ораза. И бізде ораза болғандықтан бізде тек сіңіліміз ғана шей тамақ ішеді, соған дайындап, тамағын ысытып беріп түзетемін. Қазір мен осы төсекте жатқан киімдердің барлығын жинайтын боламын. Бұл менде жайылған киімдерді даладан алып келдім ғана. И вот, сол жинап жатырмын қазір. Мен киімдерді жинап болдым, барлығын дұрыстап қойдым. Енді мен кеше жасамаған сабақтарымды жасайтын боламын. Мен кеше 2 сабақ жасамадым, химия және физика. Қалғанын жасағанмын. Достар, қазір мен сабаққа бара келіп жатырмын. Шашым болдым. Бетімде қызылдар шығып кеткен. Мәлімет қойыңыздар. Сондай өзім сондай аллергиям. Мектепке бара жатырмын. Достар, мен сабақтан келдім. Сабақтан сұран кеттім себебі мен ішім ауырды. Вот, қазір мен деген үйде отырмын. И біраз уақыттан кейін, уже почти 6 болды. Біраз уақыттан кейін бізде ауызашы болады әрине. Соған заттар алып келуге мама кетті. Достар, біз ауызашарға пицца, суши, сондай заказать етіп жатырмыз. Крылышки, пицца, суши, сондай күшті заттар заказать етіп жатыр. В общем, сол ауызашыға сондай затты жейміз. Солай, соткамды зеркало қояйын. И оны уже жеп қойдық. И қазір тоғымыз басып отырмыз. Кайфтанып. Кішкене алдық қойып. Осымен влогым аяқталды. Бұл влогымнан лайк басып, обязательно мені қолдап кетіңіздер. Всем пока.